Бұл жерде арттағы үлкен қарбызды көріп тұрсыздар ма, жиналып кеткен. Сол жерде 100 теңгеден қарбыз беріп жатыр. Бірақ 100 теңге алу үшін де еңбек сіңіру керек екен. Ана жаққа барып жетон алу керек, ол жетонменен олардың инстаграмына тіркелу керек. Қазір барайық көрейік, қай жерден алатын. Жетон сататын қалат кісі мына жерде сияқты, бір жетон 100 теңгеден дейді, қазір көреміз. Манағы жерге барып мындай нені алдық, осындай қағаз берді, одан кейін мынау жетонды осы жерден 100 теңгеге сатып алу керек. Енді осы 100 теңгенің жетоныменен барып қарбыз аламыз қазір. Осында үлкен мерекелік шара ұйымдастырып жатыр. Деген үлкен супермаркет, онлайн супермаркет. Қазір мына жетонмен келдім. Мына жетон. Нен қарбыздан бер, нен қарбыздан. Анау жоғарыда тұрған берші әні. Нені? Нен қарбыз берші. Бола ма? Иә. Бола ма? Болса болды. Ренжімесіңдер болды. Көріп қалдың ба? Нен қарбыз іріктеп алып беріп жатыр. Ең нен қарбыз, ә? Неше кило болады, но? Білмеймін, 20 шақты. 20 кило бола ма? 100 теңгеге беріп жатыр мінекей. Арбуз деген не ғой жаңағы, онлайн. Жаңағы супермаркеттегі.